Сөз соңында айтарымыз бауырлар, біз Окаша атаның басындағы құдық жайлы айтқан болатынбыз. Кейбір адамдар дұрысынан түсініп жатыр, кейбір адамдар дәлелге қанағаттанбай қарсы пікірінде білдіріп жатыр. Сол нәрсе түрткі болды. Осы құдықтың басындағы шырақшылар бұрыннан енді ауыз келе жатыр ғой уақыт-уақытымен. Сол шырақшылардың сөздерін интернеттен 3-4-еуінікін тыңдап шықтым. Басынан аяғына дейін осы тарихты қалай айтқандарын. Қараңызшы, біріншісі айтады. Енді тарихты білетін адам ғой, енді ол кісілер енді айтысына қарағанда. Бір шырақшы айтады. Бұл Окаша ата не қазақ, не өзбек болған болуы мүмкін дейді. Және ол сахаба болған болуы мүмкін дейді. Мүмкін дейді, екеуінде де. Өйткені ол пайғамбарға қызмет қылған дейді. Пайғамбардың қасында жүріп соғысқан дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам 6 ғасырда дүниеге келген болса, сұрақ пайда болады. Ол уақытта бізде қазақ, өзбек деп бөлінетін бедік, және араб өлкесінде қазақ бар ма еді? Не болмаса қазақ, өзбек 6 ғасырда Арабияға барған беді. Нақты жаңағы қай кітапта айтылған осы нәрселерді түсінсек дұрыс болар еді. Және ол сол пайғамбарға қызмет қылып, пайғамбар қайтыс болғаннан кейін дейді. Бірақ жаңағы ислам тарихын араластырып айтады. Абу Бакырдың уақытында дейді, ол кісі дін таратып осы жаққа келген дейді. Сол Кентау жақта айтып жатыр, Түркістан жақта. Және осы жерде ислам дінін таратқан дейді. Бірақ біз ислам дінін өзіміз жетіп түсінбей жатырмыз. Сол кісілердің таратқан ислам дінін дұрыс түсінсек, біз бір Алладан сұрау деген нәрсені міндетті түрде түсінген болар едік. Сөйтіп, адамдар оны діннің дұшпандары деп қояды. Діннің дұшпандары дейді. Ол адамды көзін құртпақшы болған, бірақ ол не болған дейді? Қызық-қызық сөздер айтады. Ол суға салса батпайтын, отқа салса жанбайтын, атса оқ өтпейтін адам болған дейді. Бірақ оны сол жаңа құдықтың маңында, сол жақын арада өлтірген дегенмен. Таң намазының уақытында намаз оқып тұрған кезінде дейді. Намаз оққан екен тағы ол кісі. Сөйтіп басын шапқан кезінде басы қаны 23 метрге шейін шашыраған дейді. Сонда осы жерден түсінгеніміз, ол кісінің айтуы бойынша Окаша ата сол жерде қайтыс болған. Сөйтіп қаны 23 метр жерге шашыраған, басы домалап қашып кеткен дейді. Оны қуып барған кезінде ол құдыққа сүңгіп кеткен, адамдар түскен кезінде құдықтан бас Меккеге қарай ағып бара жатқанын көрген дейді. Жаңағы тағы айтылған сөздер көп, ол пайғамбардың қасында жерленсем деп армандаған дейді. Бірақ қажекелер, қараңыз қандай сөздер айтылып жатыр. Мүмкін, солай болған болуы мүмкін деген нәрселермен. Және ол кісі айтады, енді бұл жерден судың шығуы шықпауы, ол адамның күнәсіне байланысты, күнәсі қаншалықты бар, жоқ, соған байланысты су шығады дейді. Екінші шырақшы айтады. Бұл Окаша сол пайғамбар шыққан жақта, сол мекендерде өмір сүрген адам, әкесі діндар болған оның, сөйтіп пайғамбар келетінін айтып кеткен адам, сәлем айтып кеткен адам, пайғамбар келген кезде Окаша барып, иман келтірген, және әкесінің сәлемін айтқан, сөйтіп сол пайғамбарға қызмет қылған дейді. Кейін осы жаққа келіп, осы жерде қайтыс болған деп ары қарай жаңағы оқиға жалғасады. Оның басын шапқан, оның басы сондай нәрселер болған деп айтады. Ол айтады, бұл құдықтан шыққан судың адамның күнәсіне, басқа нәрсесіне қатысы жоқ. Ол әркімнің несібесіне қарай болатын нәрсе. Су шықпай қалса, өкінетін ештемесі жоқ дейді. Енді сөзді ұзақ қылмайық. Үшінші шырақшыны айтсаңыз, үшіншісі айтады. Жалпы бұл айтылып жатқандар не? Болжам. Енді бізге жаңа пікір айтып жатқан кісілер айтады, сендер араб құлдар дейді. Араб құлдар. Сонда біздің аталарымызды жоқ демекшісіңдер ме деген кісілерге бірінші жауап. Егер де сіз ол кісіні өзіңіздің атаңыз деп санаған күніңізде де, Окаша ата араб еді ғой. Араб еді. Біз оны дәлелдерді айтқан болатынымыз түсінікті болсын, тағы да айтайық қайтыс болған жерін, оны дәлел ретінде. Ол кісі Кентауда қайтыс болмаған. Ол кісі Меккеде,
туылған, 21 жасында иман келтірген. Сөйтіп, сол жерде көп соғыстарға қатысқан, және не дейді, Хаджаздың Наджд деген жерінде соғыста қайтыс болған. Наджд деген жерді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол жер жайлы жақсы емес сөздер айтқан жер өзі. Ол жерден осы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қайтыс болғаннан кейін Толайха ибн Хайлид деген адам негізі мұсылман болғаннан кейін діннен қайтып, мен пайғамбармын деген адам. Сөйтіп, сол адамдарға қарсы соғысады мұсылмандар. Жылымен айтайын. Хижридің 11-12 жылдарында. Сол Наджд өлкесінде Укаша радиаллаху анху қасында Сабит деген сахаба екеуі барлауға барып, жаңағы кәпірлердің қолында, діннен қайтқандардың қолында шахид болып қаза болған. Енді бұл нәрсені енді жаңағы ауызша айтқан ертегі емес бұл. Бұны егерде кімде-кім тексерем дейтін болса, мұсылмандықтан хабары болатын адамдар болатын болса, Ибнул Хаджар Асқалани деген өте жаңағы исламда мойындайтын, ол кісінің дұрыс екенін мойындайтын ғалым кісі бар. Сол кісінің Ибнул Хаджар Асқаланидің кітабы бар, мен мені атында жаздым. Әл-Исабати фи тамизи сахабати деген арабшасын жазып алдым. Осындай кітапта Укаша атамыздың радиаллаху анхудың бүкіл өмір баяндары толық жазылған. Екіншісі Ибнул Афир деген сенімді кісі бар. Ол кісінің де жазған кітабы бар. Атын айтып кетіп жатырмын, тексерем деген кісілер болатын болса, Устул Ғабати фи ма'рифати сахабати деген кітабында жазылған. Енді бауырлар, ойлаңызшы, біздің айтып жатқанымыз ешкімге ол жердің суын қызғанып жатқан жоқпыз. Күнәға батып қалмайықшы, Аллаға серік қосып қоймайықшы деген мақсатта ғана айтып жатырмыз. Неге бізге ренжиді адамдар? Қараңызшы, бір кісілер айтып жатыр, ол жерде ешқандай қасиет бар деп ешкім айтқан жоқ. Біз суы пайдалы деп емдікке барамыз дейді. Бірақ Сарағашта да су бар, емдік су. Бірақ ол жерде ешкім әулие, тылсым күш бар деп айтып жатқан жоқ қой. Егер адамдар дәл солай барып суын ішіп кетіп жатса, еш нәрсе емес еді. Жоқ, адамдар ол жерге барып, жаңағы бейне роликтерін көрсеңіз, сол жерге барып, әйелім босанды, сол жерге барып, балам бақытты болып кетті, сол жерге барып, балам оқуға түсіп кетті, балам жарыстан орындалды, сол жерге барғаннан кейін бақытты болып кеттім деген нәрселер. Сол жерге барғаннан кейін жолым ашылды. Шырақшылардың да айтып жатқандары бұл жерде тылсым күш бар дейді. Бұл адамдар ол жерге тек денсаулық үшін деп барып жатқан жоқ, кәдімгі құлшылық ретінде барып жатыр. Бауырлар, енді қараңызшы. Біріншіден, Укаша атамыздың енді ақылы бар адамға қай жерде екен дәлелімен айтып бердік. Шырақшылардың айтқан